Сәлем достар, Үндістан тәуелсіздікке қол жеткізсе де, Үндістан халқының тұрмыстық ахуалы жақсара қойған жоқ. Кедейлік, лас іспен айналысатын адамдар, даму жағынан артта қалған қалалар өте көп. Алайда Үндістан жайлы біз біле бермейтін көптеген сұмдық ақпараттар бар. Біз бүгін сіздерге Үндістан жайлы шындықты айтатын боламыз. Достар, видеомызды бастамас бұрын лайк басып арнамызға тіркеліп кетіңіз. Және қоңыраушанды ұмытпаңыз. Сол кезде біздің осындай қызықты мәліметтерімізден құр қалмайсыз. Ендеше видеомызды бастай берейік. Үндістан халқы бойынша Қытайға жетіп қалған ел. Мамандардың айтуы бойынша 2022 жылға қарай Үндістан Қытайдан асып кетуі мүмкін. Алайда халық санының артуы бұл елде кедейшілікті артып, тіпті ашаршылыққа душар етеді. Оның салдары әдетте азаматтық соғыспен аяқталады. Яғни қалалардағы адамдардың тығыз орналасуы олардың экономикалық әлеуетіне кері әсерін тигізеді. Әрі Үнді мұхитының табиғи апаттары, цунами, жер сілкінісі, дауылдар жиі орын алады. Әрине, оның зардабын жағалауға жақын қалалар тартады. Ал келесі ол кремация. Бұл Үндістанның ең сұмдық дәстүрі. Яғни қайтыс болған адамның мәйітін арнаулы тәсілдермен өртеу. Бұл дәстүр алғашында неолит пен қола кезеңдерінде пайда болған. Және Үндістанда адамды өртеу дәстүрі әлі күнге дейін жалғасып келеді. Және өртенген адамның күлін Ганга суына құяды. Кейде мәйіттің өртенбей қалатын кездері де болады. Ал өртенбей қалған мәйітті ақ матамен орап, Ганга өзеніне жүздіріп жібереді. Классикалық және заманауи үнді фильмдерін көрген боларсыз. Оларда бірін-біріне мүлдем ұқсамайтын екі түрлі діннің белең алғанын байқайсыз. Олар индуизм мен ислам діні. Осы діндерді ұстанатын үндістер мың жылдықтар бойы тәтті өмір сүруде. Яғни бұл күнге дейін үнділер дін үшін таласып тартыспаған. Сонымен қатар Үндістанда басқа елдермен салыстырғанда жол көлік апаттары өте жиі орын алады. Оның да себебі халықтың көптігімен және жолдардың тар болуымен түсіндіріледі. Көлік жүретін жолмен қоғамдық көліктер, таксилер, мотоциклдер, тіпті велосипедтер де жүреді. Жаяу жүргіншілерге арналған жолдардың да халі тіптен нашар. Және ең жиіркеніштісі, олар суға дәрет сындырады. Сосын сол суға ауыздарын шаяды. Достар, видеомыздың соңына да келдік. Егерде сіздер Қазақстанда туылғандарыңыз үшін мақтанасыздар ма? Оны дәл қазір лайк басып арнамызға тіркеліп кетіңіз. Және қоңыраушанды ұмытпаңыз. Сол кезде біздің қызықты мәліметтерімізден құр қалмайсыз. Ендеше сіздермен бірге болған бұл қызықты мәліметтер арнасы сау болыңыздар.